көрелік. Рахмет, Наргиз. Оланға яратырап, ертіспен еділдің арқамен Алатаудың арасы, ұшқан құстың қанатталатын, демалып алып қайтып жататын осынау кең өлкеде тикток сүйер қауыммен бірге 4 адам болып жиналған жайымыз бар. 2 пиала бәріміз бірге шайымыз бар. Шайымыз бар. Көпке ұзатпай, міне батылды да басталып кеткен дәл қазір көріп отырмыз. Бізде Алмас Тараз қаласынан қосылып отыр. Алмас, Қазір баспанасыз отқан 5 бала шағасы бар, күйеуі тастап кеткен 60 жасар пілдің үйіндеміз. Альбина атты тәтеміздің үйіндеміз. Өзінен сұрайық. Альбина тәте, қазіргі жағдайыңыз қалай? Үйіңізді қарап отырмыз, қазір не газ, не суыңыз жоқ екен. 5 бала шағаңызбен қалай бұндай күйге түстіңіз? Альбина ханым, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Міне бүгін осылай отқан жайым бар, үйім жоқ, күйім жоқ. Альбина ханым, сіз журналист емессіз, кәдімгідей сөйлей беріңіз. Сен жас қыз боласың да. Давай. Кете бала. Мен пенсиясы жаңа түскен атамын ғой. Келіп тұр да саған. Дұрыстарға жүр ғой, иә. Массажға келіп тұр да, массажға. Қателесіп кіріп кеткен, ей. Ол ата кәдімгі лечебный массаж іздеп барып тұр ғой, бірақ ол қателесіп андай массажға келіп тұр. Қош келдіңіз. Кіріңіз. Қалай, амансыңдар ма? Жақсыңдар ма? Аждар. Жақсы. Сіз бізде бірінші ретсіз ба? Чота сізді көрмеппін алдында. Осы жерде осы жақсы массаж жасайды деп естідім, иә. Иә, ата, мен өзім күшті жасаймын. Массаждың қандай түрлері бар, иә? Айта ғой. Ішке кірсек. Оны жүрсеңіз ата, ішке кіріңіз, 35 теңге төлесеңіз барлығы соның ішіне кіреді деп қойды. 35 мың енді жағы бір айға абонемент па, ол қалай өзі? Пенсиясын төлейін тұр. Жоқ, конечно, ата қуасыз ба? Бір сағатқа? Пенсиясын бәрі кетті. Бір сағатқа не қылған үлкен массаж деймай, ол түсінбедім. Мен түсіндім, ата, сіз Артына картаны ашпа. Асықпа. Жоқ, ашпаймын ғой. Ашпасаң қалай жасайсың массажды? Енді ата кірсеңізші, құрсын. Қазір қыздар өз алдына шығады, қазір өзіңіз таңдайсыз қайсысы сізге жасайтынын. Бірақ бір өкініштісі, ата, бізде қазір бүкіл қыздар бос емес, тек бір-ақ қыз қалды. Тұға бересің бе? Ата жүрсің кетамын. Сәл анда еркекке ұқсайтын қыз болса. Мұлауын құрсын арғамсың. Енді массаж жасағанда өткенде менің құрдас балам, жолдасым сол осында жіберді. Ол айтады, сендерді өзіңде бөлек маздарың бар екен. Үстіңе сырғанай дейді. Сол қалай түсінбедім. Сырғанаймыз, ата, сырғанаймыз. Менің үстім сендерге каток па? Нандаймен сырғанаймыз, ата. Нандаймен сырғанаймыз, ата. Шанамен. Сырғанаңдар, әйтеу бір жерге тіреліп қалмасаңдар болды. Ата, мынаны қоя салатын сияқтымыз, ертең ретке шығып кететін сияқтымыз. Сендер қандай массаж енді айтсаңдар шай? Ата, қоя салайықшы. Массаж жасамайсың. Ата, сәлемет қалайсыз? Сен неғып жүрсің? Ой, ата, мен осында жасаймын ғой. Бұл не массаж? Ата, бұл ұятсыз массаж. Неғып қайт құрғыр? Жаман ай, не болып кеткенсіңдер,
Ұланға иратырап ертіспен еділдің арқамен алатаудың арасы. Ұшқан құстың қанатталатын демалып алып қайып жүретін осынау кең өлкеде ата массаж жасайым деп басқа массажға кіріп кеткен жайы бар, екпела шайы бар деп қояды, бір кішкене жеп қояды. Сергей Райлян, Асхат Сағдай, Тұрсын Күзембай бәрі ұятсыз массаждың тұрақты клиенті. Рахмет.